қымбатты білімгерлер, біз бүгін мектепке дейінгі және бастауыш мектеп психологиясы пәнінен 14-ші дәрісімізді бастаймыз. Тақырыбымыз қарым-қатынас және бастауыш сынып оқушыларының ұжымдық іс-әрекетке бейімделуі. Мақсатына келетін болсақ, бүгінгі дәрісіміздің бастауыш мектеп кезеңіндегі қарым-қатынастың тұлғаның әлеуметтік дамуындағы негізгі рөлін анықтайды. Сондай-ақ білім алушылардың ұжымдық іс-әрекетке біртіндеп бейімделуінің психологиялық, педагогикалық ерекшеліктерін, кезеңдері мен осы процестің тиімділігін арттыру жолдарын зерттейді. Енді біз алдыңғы өткен 13-ші дәріске кішкене шолу жасап өтсек, ол 13-ші дәрісте тақырыбымыз бастауыш мектеп оқушыларының тұлғалық дамуы және өзін-өзі бағалау. Тұлғалық даму дегеніміз не? Анықтамалар берілді. Өзін-өзі бағалау дегеніміз не? Яғни өзін-өзі бағалаудың түрлері, әрбір сынып бойынша өзін-өзі бағалауға қандай ерекшеліктері бар, және де бұл жерде мұғалімдердің, яғни педагогтардың рөлін жан-жақты ашқан болатынбыз. Олай болса, бізде бүгін қарым-қатынас дегенді сіздер ең алғаш қандай пәндерден естідіңіздер? Жалпы қарым-қатынас дегенді күнделікті естисіздер ғой, бірақ дегенмен де бұл сіздер бірінші курста философия, саясаттану, психология, педагогика, мінекей бірнеше пәндерден бұл қарым-қатынас туралы ұғымды сіздер естіп білдіңіздер, оқыдыңыздар, талдадыңыздар, жүйеледіңіздер деген сияқты. Енді біз қазір осы қарым-қатынас дегеніміз не? Анықтамасын беретін болсақ, бұл адамдар арасындағы ақпарат алмасу, өзара әрекеттесу және бір-біріне ықпал ету процесі болып табылады. Қарым-қатынас тұлғаның әлеуметтік дамуының негізгі факторы және шарты болып табылады. Себебі осы арқылы адам белгілі бір қоғамдық тәжірибені меңгереді, әлеуметтік нормаларды қабылдайды және өзінің мен тұжырымдамасын қалыптастырады. Енді олай болса, осы қарым-қатынастың тұлға дамуындағы негізгі рөлдеріне көшетін болсақ, ең бірінші ақпараттық танымдық рөлі. Ол дегеніміз қарым-қатынастар арқылы, жаңа жоғарыда айттық қой, адамдардың арасында өмірлік тәжірибемен, біліммен, дағдылармен алмасады. Осы бастауыш сынып білім алушысы ересектер мен құрбыларының әңгімелері, іс-әрекеттер арқылы білім алушының дүние танымы кеңейеді. Ал енді әлеуметтік нормаларды меңгеруге байланысты қарым-қатынас үрдісінде тұлға қоғамда қабылданған белгілі бір мінез, құлық ережелерін, әдет нормаларын, сол сияқты құндылықтарды үйренеді. Бұл әлеуметтенудің негізі болып табылады. Ал енді реттеуші мотивациялық рөлге келетін болса, бұл дегеніміз, яғни басқа адамдармен қарым-қатынас орнату арқылы тұлға өзінің іс-әрекетіне, оқуына, еңбегіне қатысты барлық мотивацияны алады. Енді оған не жатады дейтін болсақ, мысал келтіретін болсақ, мадақтауы, сынай білуі, қолдауы, пікірлесуі, мінекей бірге жүруі, осының бәрі жатады. Келесі бізде қарым-қатынас адамның мінез құлқын және эмоционалдық күйін реттеуге көмектеседі негізі. Кері байланыс береді, кері байланыс алады бірімен бірі. Келесі бізде эмоционалдық экспрессивті рөлі. Яғни бұл кезде достық, сүйіспеншілік, құрмет сияқты әлеуметтік және де эмоционалдық қажеттіліктер қарым-қатынас арқылы қанағаттандырылады. Содан кейін барып қарым-қатынас процесінде тұлға өзінің маңыздылығын, құндылығын сезінеді. Басқалардың оны қабылдауы, яғни өзін-өзі бағалауын нығайтады. Енді бұл жерде жаңағы әлеуметтік орталар ең бірінші осы қарым-қатынасқа әсері. Әлеуметтік орта дейтініміз бастауыш сынып оқушысының ортасы. Ең бірінші ол отбасы, екіншісі мектебі, одан кейін барып құрбылары. Қарым-қатынастың рөлі отбасыда ең алғаш қандай болады? Яғни қарым-қатынастың эмоционалдық негізі мен сенімділігін қалыптастырады отбасы. Оның тұлғаға, яғни бастауыш сынып білім алушысына қандай әсері бар? Ең бірінші негізгі моральдық құндылықтар, сенімдер, эмоциялық тұрақтылық қалыптасады. Ал енді мектебі, мұғалімі соның ішіндегі. Ол қарым-қатынастың рөліне әсері ресми қарым-қатынас үлгісінде болады. Яғни мұғалімнің пікірі, мұғалімнің беделі, сонымен қатар мектепте алып жатқан білімі, нормативтік ақпарат алуы, осының барлығы жатады. Енді оның сол білім алушыға, яғни тұлғаға әсері, жауапкершілігі дамиды, оқу мотивациясы нығаяды, өзін-өзі бағалауды қалыптасады. Ал енді құрбылары, сыныптастары деп жатырмыз, бұл жерде бейресми қарым-қатынас. Яғни топтағы орын үшін күресі,
өзара бір бірімен әрекеттесуі, немесе конфликтіге баруы, жанжалдасуы, достасуы, осылардың бәрі бұның тұлғаға әсеріне келетін болса, ынтымақтастық дағдылары, топтық санасы, көшбасшылығы, осылардың барлығы кіреді. Енді мына тұлғалық жетілу үшін қарым-қатынас дағдыларының маңызы. Бұл дегеніміз ең бірінші басқа адамның сезімін, көңіл күйін түсіну қабілеті жатады бұл жерде. Содан кейін барып бұл әлеуметтік қарым-қатынастың маңызды шарты болып табылады. Тыңдау дағдысын қалыптастыру, яғни сөйлеушінің айтқандарын белсенді және толықтай қабылдай білу дағдыларын қалыптастыру, конфликтіні шешу дейді. Бұл жерде қарым-қатынаста туындаған келіспеушіліктерді, яғни сындарлы жолмен, зорлық-зомбылықсыз шешу қабілеті. Енді қарым-қатынасты айтатын болсақ, бұл жерде тұлғаның әлеуметтік дамуының өзегі болып табылады. Ол тұлғаның психикалық құрылымдарының қалыптасуына, сол сияқты әлеуметтік білімнің кеңеюіне және өмірлік мәндік бағдарларының айқындалуына мүмкіндік береді. Қарым-қатынас болмаған жағдайда өздеріңіз де білесіздер ғой, адам толыққанды тұлға ретінде дами алмайды. Олай болса, осы мектеп жасындағы білім алушылардың қарым-қатынасының психологиялық ерекшеліктеріне тоқталатын болсақ, ең бірінші бұл жерде мұғалімнің абсолюттік беделі әсер етеді. Ол дегеніміз, бірінші, екінші сыныпта оқитын білім алушылар үшін мұғалім бірінші әлеуметтік эталон және абсолюттік бедел иесі болады. Яғни бала мұғалімнің пікіріне, сөзіне, бағасына сөзсіз сенеді. Оның әсері не береді? Ол мұғалімнің балаға берген бағасы тек білімдік емес, сол сияқты тұлғалық бағасы да оның өзін бағалауына және эмоционалдық күйіне толығымен әсерін береді. Ал енді іскерлік қарым-қатынасқа әсері десек, ол кезде қарым-қатынастың сипаты бұрынғыдай эмоционалдық ойнақы емес, яғни оқу іскерлік әрекетіне ауысып отырады. Яғни білім алушылар мұғаліммен негізінен оқу тапсырмалары, ережелер мен тәртіптер туралы сөйлесе бастайды екен. Енді мына тәуелділіктің азаюы, бұл дегеніміз 3-4 сыныпта көрініс табады бұл тәуелділіктің азаюы. Яғни баланың әлеуметтік тәжірибесі кеңейген сайын, ол мұғалімге деген толық тәуелділіктен біртіндеп босай бастайды. Яғни бала басқа беделді тұлғаларды да тани бастайды. Ол беделді дегеніміз ол сыныптағы құрбы-құрдастардың бірі болуы мүмкін, немесе басқа пәндерден беретін мұғалімдер болуы мүмкін. Енді мына құрбы-құрдастарымен арасындағы қарым-қатынас ерекшеліктеріне тоқталатын болсақ, бұл жерде балалардың топқа бірігуі, ортақ әрекет етуі және осы топтағы орнын анықтауға деген қажеттілігі күшейеді. Одан кейін достық алғашқыда уақытша және жағдайға байланысты болса, 1-2 сыныптарда, ал енді 3-4 сыныптарға келгенде тұрақты және таңдамалы сипатта орын алады екен. Достарды таңдауға олардың ортақ қызығушылықтары және де бір-біріне деген сенімділігі маңызды бола бастайды. Қарым-қатынас мотивтарына келетін болсақ, 1-2 сыныпта қарым-қатынас негізінен ойнауға және оқу құралдарын бөлісуге бағытталған болса, ал 3-4 сыныптарда қарым-қатынас жеке қасиеттерге, соның ішінде атап өтетін болса, адалдық, ақкөңілдік, көмектесе білу, мейірімділік, осындай қасиеттердің дамуына себеп болады екен. Енді конфликтілерге келетін болсақ, кез келген қарым-қатынас болған жерде ол конфликті болуы заңдылық. Олай болса, көбінесе бұл бастауыш білім беруде, бастауыш білім жасындағы балаларда көбінесе ойын ережелерін бұзғанда, немесе ойыншықтарды бөлісуге келгенде, сол сияқты басымдыққа байланысты туындайды екен. Яғни оқушылар біртіндеп конфликтілерді шешудің әлеуметтік тиімді жолдарын үйренеді. Олай болса, келесі бізде мына қарап отқандай қарым-қатынас және ұжымдық іс-әрекет туралы ғалымдардың негізгі идеяларын беріп отырмыз. Бұл жерде ресейлік және қазақстандық ғалымдардың қарым-қатынас дегеніміз не, жаңағыдай ұжым, мотив, яғни тәрбиелеу, осылардың барлығын жаңағы слайдымызда беріп отырмыз. Енді келесі біздерде осы қарым-қатынастың ұжымда болады, сол ұжымдық іс-әрекеттегі бала тұлғасын дамытудағы рөлі дейді. Яғни ол дегеніміз бұл кезде көбінесе
ұжымдық іс-әрекет дегеніміз бұл ортақ мақсатқа жету үшін бірнеше адамның күш біріктіріп өзара әрекеттесуі болып табылады. Бастауыш мектеп кезіңнен бастап осы ұжымдық іс-әрекеттер бала тұлғасының әлеуметтік, моральдық және еріктік қасиеттерін дамытуға шешуші роль атқарады. Ұжым тұлға қалыптасатын негізгі әлеуметтік орта болып табылады. Ең бірінші әлеуметтік дағдылар қалыптасады. Әлеуметтік дағдылар деген өздеріңіз білесіздер. Ол ортақ мақсатқа жету үшін білім алушылар не істейді? Бір-бірімен келіседі, қызметтері болса бөліседі, одан кейін өзара бір-біріне көмектесуге үйренеді. Бұл қазіргі қоғам үшін өте маңызды командалық дағдылардың негізі болып табылады. Енді бұл жерде балалар қарым-қатынас және келісім дейді. Яғни балалар өз пікірлерін білдіруді, басқалардың пікірлерін тыңдау, ортақ шешімге келуі, осылардың бәрін үйренеді. Бұның бәрі сол жаңа конфликттің, жанжалды шешудің жолдарын көрсетеді. Ал келесі бір әлеуметтік рөлдерді меңгеру, ұжымда балалар көшбасшы, орындаушы, ұйымдастырушы сияқты әртүрлі рөлдерді атқарып келеді. Бұл оның өзі тануын және әлеуметтік бейімделуіне көмектеседі. Яғни келесі біздерде моральдық және этикалық қасиеттерді дамыту дейді. Бұл дегеніміз ең бірінші осы бастауыш сынып білім алушысының жауапкершілік сезімі. Ол дегеніміз баланың өзінің іс-әрекетінің ортақ нәтижеге әсер ететінін түсінеді. Мысалы, егер жаңа тапсырма беріліп, соның өз бөлігін дұрыс орындамаса, онда бүткіл топтың жұмысы бұзылатындығын білуі керек бала. Яғни бұл жеке және ұжым алдындағы жауапкершілігін қалыптастырады. Әділдік және ар-ұят дейміз, яғни ұжымдағы нормалар мен ережелерді сақтау қажеттілігі балада әділдік, тәртіп және ар-ұят туралы түсініктерін қалыптастырады. Енді еріктік және тұлғалық қасиеттерді нығайтуға келетін болсақ, ұжымдық жұмыста бала өзінің жеке қалауын емес, ортақ міндетті бірінші орынға қоюға не істейді? Мәжбүр болады екен. Бұл өзін-өзі тежеу мен мақсатқа ұмтылу сияқты еріктік қасиеттерін дамытады баланың. Ұжым сол сияқты балаға өзі туралы кері байланыс береді. Құрбыларының, достарының, сыныптастарының және мұғалімнің бағасы арқылы бала өзінің күшті және әлсіз жақтарын танып, адекватты өзін-өзі бағалауын қалыптастырады. Келесі ұжым тәртіптікке, жұмыстың ережелеріне бағыну қажеттілігі баланың тәртіптілігін және ұйымдастыру қабілетін арттырады. Енді осы ұжымдық іс-әрекет бала тұлғасының әлеуметтік қалыптасуындағы ең тиімді педагогикалық құрал болып табылады. Яғни бұл жерде мектептің міндеті осы ұжымдық іс-әрекеттерді мағыналы әрі тәрбиелік тұрғыдан дұрыс ұйымдастыруын қамтамасыз етуі керек. Енді бастауыш сынып оқушыларының осы ұжымдық іс-әрекетке бейімделу кезеңдеріне ең бірінші бастапқы бейімделу кезеңі деп айтамыз. Бұл жаңағыда 5-6 жаста бірінші сыныпта. Яғни бұл жерде бала өз әрекетінің ортақ мақсатынан гөрі жеке қажеттіліктер тұрғысынан бағалайды. Ол өз ойыншығын немесе жеке кеңістігін қорғауға тырысады, талпынады екен бірінші сыныпта. Одан кейін барып ұжымдық жұмыс дейді, мұғалімнің тікелей басшылығымен және қатаң бақылауымен жүреді бұл кезде бірінші сыныпта. Және де бала ережені өз еркімен емес, жазадан қорқып немесе мақтауға ұмтылып барып орындайды екен. Ал енді құрбылармен қарым-қатынас тек осы сәттегі немесе осы тапсырмаға ғана қатысты болады. Ал енді құрбылармен одан кейін балада ұжымда болудың ережелерін түсіндіру және де қарапайым бірлескен әрекеттерді ұйымдастыру бұл негізгі міндет болып табылады. Ал енді аралық бейімделу кезеңі бұл 2-3 сыныпты алатын болсақ, бұл кезде бала ұжымдық іс-әрекетке белсенді түрде енеді, қарым-қатынастың маңыздылығын түсіне бастайды. Яғни бұның ерекшеліктері бала үшін ортақ нәтижеден гөрі топпен қарым-қатынас маңызды болады. Ол топтағы орнын анықтауға, дос табуға және беделге ие болуға талпынады. Енді үшінші кезең бізде жоғары бейімделу кезең, яғни бұл кезең 4-ші сынып бойынша айтқымыз келіп отыр. Бұл жерде бұл ұжымдық іс-әрекет толық дерлік бейімделу сатысы болып табылады. Ерекшеліктеріне келетін болсақ, балалардың
осы сыныпта оқитын білім алушылардың жеке мақсаты ортақ мақсатқа бағынады. Олардың іс-әрекетінің мотивациясы, яғни тапсырманы сәтті орындау және де топтық нәтижесі үшін жауапкершілікті алу. Содан кейін бар ұжым іс-әрекетті ұйымдастыруда дербестік танытады. 4-ші сынып білім алушысы өз бетінше жоспарлайды берген тапсырманы, қателерді талдайды және де өзін өзі бақылайды. Бұл жерде тек мұғалімнің рөлі бағыттаушы болып табылады. Одан кейін барып достық қарым-қатынастар тұрақты болады. Топтағы қарым-қатынастар моральдық, этикалық нормаларға сәйкес негізделеді. Содан кейін әрбір баланың жеке тұлғалық ерекшелігі ұжымның жетістігі үшін қолданады және ұжымдық сананы нығайту дәл осы сыныптағы негізгі міндет болып табылады. Олай болса, осы дәрісіміз бойынша қорытындыға келетін болса, бастауыш мектеп жасы айтып жатырмыз дәрістің басында да, ортасында да, яғни бала тұлғасының әлеуметтік және психологиялық тұрғыдан қарқынды дамитын іргетасы деп атап өтеміз. Яғни бұл кезеңде қарым-қатынас пен ұжымдық іс-әрекет баланың әлеуметтенуі мен мінез-құлқының жалпы қалыптасуында шешуші рөл атқарады. Бастауыш сынып оқушыларының қарым-қатынас пен ұжымдық іс-әрекеті тек оқу процесінің бір бөлігі ғана емес, сол сияқты ол білім алушының әлеуметтік жауапкершілігі, жоғары үйлесімді дамыған тұлға болып қалыптасуының негізгі педагогикалық және психологиялық тетігі болып табылады. Сол сияқты бастауыш сынып оқушыларының ұжымдық іс-әрекетке бейімделуі қарапайым жеке әрекеттен басталып, кешенді өзін-өзі басқаруға және жауапкершілікке қарай дамиды. Осы кезеңдерді, жаңа айтып өткен кезеңдердің барлығын дұрыс ұйымдастыру, баланың әлеуметтік құзыреттілігін және адекватты өзін-өзі бағалауын қалыптастыру үшін аса маңызды болып саналады. Олай болса, бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін алғысымызды білдіреміз.